Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тіл сабағын бастаймыз. Дәптерлеріңізді ашып, күннің жадымен тақырыпты жазыңыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бос уақытта саяхаттау пайдалы. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты түрлі тақырыптарда көтерілген мәселені түсіндіру. Жұрнақ арқылы жасалған туынды сөздерді және күрделі сөздерді ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану. Балалар, тыңдалым мәтінін тыңдамас бұрын мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бос уақытыңда саяхаттаған ұнай ма? Әрине балалар, саяхаттаудың адам өмірінде маңызы зор. Кез келген адам өзінің өмірінің бір бөлігін саяхаттауға арнайды. Саяхаттау арқылы біз өзге өңірдің, өзге елдің түрлі мәдениетімен танысамыз, таным көкжиегімізді кеңейтеміз және күнделікті бір сарынды тіршіліктен гөрі адам өміріне жаңа серпіліс беруі мүмкін. Екінші сұрақ. Қазақстанның қандай көрікті жерлерін білесің? Яғни, саяхаттауға лайықты Қазақстанның қандай көрікті жерлері бар? Біздің еліміз тамаша табиғатқа да, пайдалы қазбалар қорына да өте бай. Қазақстандағы, әсіресе Астанадағы Есіл өзенінің жағалауы, Алматыдағы үлкен Алматы көлі, кіші Алматы көлі, Ақсу жабағылы қорығы, немесе Медеу мұз айдыны, Көктөбені, Маңғыстау облысындағы Каспий теңізін, осындай саяхаттауға лайық Қазақстанның көрікті жерлерін санап бітіру мүмкін емес. Бұл туралы өздеріңіз келесі сабаққа дейін ізденесіздер. Балалар, біздің грамматикалық тақырыбымыз сөз жасам, яғни сөздің құрамы. Қазақ тілінің сөз жасам саласы сөздің құрылымын зерттейді, яғни түбір мен қосымшаны қарастырады. Сөздің құрылымы дара сөз және күрделі сөз болып екіге бөлеміз. Яғни бір ғана түбірден тұратын сөздерді дара сөз деп атаймыз. Бұларға түбір сөз бен туынды сөз жатады. Ал күрделі сөздер кемінде екі түбірден құралған сөздер. Күрделі сөздерге қос сөздер, біріккен сөздер, қысқарған сөздер және тіркескен сөз жатады. Ал бүгінгі сабағымызда дара сөзді қарастыратын боламыз. Балалар, дара сөзге түбір сөз және туынды сөз жатады. Түбір сөз дегеніміз сөздің ең мағынасы бар ең бастапқы бөлшегі. Мысалы, ән, дос, бөл, тау, қала деген сияқты. Ал туынды сөз осы түбірге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сөздер. Мысалы, көр деген түбірге ме деген жұрнақ жалғану арқылы көрме деген сөз жасалады. Біл, білім, ал, алғыр, оқу, оқулық, қуан, қуаныш, тас, тасқын. Яғни балалар, жұрнақ сөздің мағынасын өзгертеді. Жұрнақ қосымшаның екі түрінің бірі. Яғни біз қосымшаларды жалғау және жұрнақ деп бөлеміз. Жалғау сөзге жалғанғанда сөздің мағынасы өзгермейді, тек қана түрленеді. Ал сөзге жұрнақ жалғанса, сөз мағынасы өзгереді. Ал туынды сөз деп отырғанымыз осы түбірге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сөздер екен. Ендеше балалар, тыңдалым мәтініне назар аударыңыздар. Көгілдір өзен жағасында, жап-жасыл көкорай шалғында ақ ботақан өмір сүрген екен. Әрине, барлық балалар сияқты ол да қиялдағанды жақсы көретін. Ол күндердің бір күнінде
саяхатқа тартып кетуді армандайтын. Сондықтан да таңның атысынан күннің батысына дейін түрлі кітаптар оқитын еді. Ол тарих пен география туралы кітаптарды мектеп кітапханасынан тауып алатын. Сондай-ақ оның құлыншақ тұлпар, балапан бүркіт, бала барс сияқты өте сенімді достары бар еді. Ол достарын қасынан, арман қиялынан еш уақытта қалдырмайтын. Егер сен, жас дос, Қазақстан деп аталатын елге саяхат жасауды ойға алып жүрген болсаң, сәт сапар. Достар шағын керуен боп тізіліп, соқпақпен сергек басып келеді. Олар шоқ үстіне шыққанда жолдың үлкен жартасқа тірелгенін көрді. Жартас беті ыстық күнге күйіп, қап-қара боп кетіпті. Сонау күнге тотыққан тас бетіне аспандата көтеріп ту ұстаған салт атты суреті салынған екен. Құдды тірі бейне тәрізді шауып барады. Суретті темір қашаумен тасқа ойып түсірген. Бұл Алматы облысының Тамғалы тастағы суреті еді. Жартастардағы мұндай суретті петроглиф деп атайды. Гректің петра, жартас және глиф ойып салу деген сөздерінің қосындысынан шыққан атау. Олар біздің елімізде өте көп. Балалар, тыңдалым мәтіні осымен аяқталды. Ендеше тапсырмаларға назар аударайық. Бірінші тапсырма: мәтінді тыңдап болған соң сұрақтарға жауап беріңдер. Әр сұраққа бір сөйлеммен жауап жазыңдар. Бірінші, мәтінде қандай ой айтылған? Екінші, кейіпкерлер бос уақытында қайда саяхат жасағанды ұнатады? Үшінші, адамдар суретті қайда, қалай салған? Төртінші, суретті жазу Қазақстанның қай жерлерінде бар? Бұл тапсырманың дескрипторы сұрақтарға нақты жауап береді, сөйлемді жүйелі байланыстырады және әр сұраққа бір сөйлеммен жауап береді. Ендеше екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Берілген сөздердің түбірі мен қосымшасын анықтаңдар. Гректің, кітапхана, құлыншақ, суретті жазу, темір, саяхатшы. Міне осы сөздердің түбірі мен қосымшасын, яғни жалғау, жұрнағын тиісті белгілермен белгілеп айырып жазасыздар. Бұл тапсырманың дескрипторы сөздердің түбірін анықтайды, қосымша түрін ажыратады. Ендеше балалар, сіздерге тапсырма орындауларыңызға сәттілік. Сабақ барысында түсінбеген тұстарыңызды мұғалімнен сұраңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.